Сәлем, тыңдаушы, кейде бір ғана оқиға бүкіл өмірді өзгертіп жібереді. Ал кейбір хикаялар жүрекке із қалдырады. Бәлкім бүгінгі оқиға дәл сен үшін шығар. Бұл өмірлік хикаялар арнасы. Мұнда әрбір сөздің артында шындық, әрбір оқиғаның ішінде сабақ бар. Өмір әр күн сайын жаңа бет ашатын үлкен кітап сияқты. Ал сен сол кітаптың авторсың. Қандай хикая жазатының тек өз қолыңда. Егер сен осындай шынайы, әсерлі хикаяларды жақсы көрсең, арнаға жазылып, видеоны лайк басуды ұмытпа. Сенің әрбір қолдауың бізге жаңа хикаялармен бөлісуге күш береді. Және бастамас бұрын бізді қай өңірден тыңдап тұрғаныңызды жазып кетіңіз, бұл біз үшін өте маңызды. Ал енді дайын бол. Біз бастаймыз. Енем торт кесіп жатқанда телефон шырылдады. Мадина экраннан әке дегенді көріп, шыны есікті жай ғана жауып, балконға сырғып шықты. Қонақ бөлмеде көп жылдар әні айтылып жатты. Туыстардың бірі екінші куплетте ақ жалған айтып кетті, сондықтан оның жоқ екенін ешкім байқамайды деп ойлады. Әкесі тез сыбырлай сөйлеп тұрды, сол сыбырдан оның іші мұздап кетті. Қызым, қыздарды алып тыныш кет. Кейін түсіндіремін. Ол не болғанын сұрағысы келді, бірақ әкесі телефонды өшіріп үлгерді. Мадина балконда тағы бір минуттай тұрып қалды, қолдарына қарап. Қолы қатты дірілдеп, телефонды әрең ұстап тұрды. Айдар оны ілгіштің жанынан тапты, дәл сол кезде ол Алинаға сандал кигізіп жатқан еді. Қайда жиналып жатырсыңдар? Ол оның көзіне қарамады, себебі бәрін түсінді, ол бірден өтірік айтып тұрғанын байқайды. Назымның қызуы көтеріліп тұр, деді ол. 38,2. Жуынатын бөлмеде өлшедім. Үйге қайтуымыз керек. Айдар үлкен қыздың маңдайын ұстап көріп, иығын көтерді. Ыстығы жоқ сияқты. Бірақ жарайды, бар. Мен қаламын. Анам ренжіп қалады, бәрі кетіп қалса. Таксиде Назым неге мерекеден кетіп қалғандарын сұрады, ал Мадина атасы сағынып қалыпты деді. Бұл сол кештегі бірінші өтірік еді. Екіншісі енесіне кешірім сұрап, жүрек смайлігін қосып хабарлама жібергені. Үшіншісі өзін әкесі бір нәрсені шатастырып айтты деп сендіргені. Әкесі оларды табалдырықта күтіп тұр екен. Ол 3 жыл бұрын тастаған темекісін қайта шегіп тұрды, бұл телефон қоңырауынан да қатты қорқытты. Қыздарды бөлмеге кіргізіп, мультфильм қосып, есікті жапты да, ас үйде Мадинаның қарсысына отырып, телефонын алдына қойды. Мен артқа аулаға темекі шегуге шықтым, деді ол. Ас үйдің терезесі ашық еді. Зере апай телефонмен сөйлесіп тұрды, жанында ешкім жоқ деп ойлады. Мадина әкесіне қарап, оның не айтқысы келгенін түсінбеді. Ол нотариуспен сөйлесіп тұрды деп жалғастырды ол. Ертең сағат 11:00-де сені қандайда бір отбасылық құжаттарға қол қоюға шақырып отыр. Негізі пәтердегі үлесіңнен бас тарту. Мадина күліп жіберді. Бұл тіпті өзіне де оғаш естілді, қысқа, құрғақ күлкі, жөтелге ұқсас. Әке, сен бірдеңені дұрыс түсінбеген шығарсың. Мен неге өз үлесімнен бас тартуым керек? Біз бұл пәтерді бірге алдық. Алғашқы жарнаға ақша жинау үшін 2 жыл демалыссыз жұмыс істедім. Әкесі үндемей телефонды ашып галереяны көрсетті. Экранда мессенджердегі хаттар тұрды. Мадина енесінің аватарын таныды, былтыр Түркияда түскен суреті. Хабарламалар бірінен соң бірі, нақты, іске жазылған. Келін қол қояды, бізде ол айтқанды істейді. Бәрі дайын. Ең бастысы, ұсақ жазуды оқымаса болды. Бәрі сонда жазылған. Мадина төмен қарай сырғытып оқи берді, әр хабарламамен кеудесі қысылып бара жатты. Мұны қалай суретке түсірдің? Ол торт әкелуге кеткенде телефонды үстелге қалдырды, деді әкесі. Бұл дұрыс емес екенін білемін, бірақ сенің атың мен нотариус деген сөзді бір сөйлемде естідім. Мадина басын изеді. Рахмет айтқысы келді, бірақ тамағы құрғап қалды. Соңғы хабарлама бүгін 14:37-де жіберілген, мерекеден 3 сағат бұрын. Ол бәрібір бөтен. Ал пәтер біздің отбасымызда қалуы керек.
Егер бірдеңе дұрыс болмай қалса, ажырасып кетеді, жартысы ана кедейге кетеді. Ал бұлай болса, бәрі өзімізде қалады. Мадина осы сөздерді қайта-қайта оқи берді, ақыры олардың мағынасы жоғалып кеткендей болды. 8 жыл бойы ол осы әйелге ұнауға тырысты. Оның сүйікті борышын дайындады, сөрелердегі шаң туралы ескертулеріне шыдады, енесі Назымды тым арық, ал Алинаны тым қырсық дегенде үндемеді. 8 жыл бойы ол өзін жеткілікті тырыспадым деп ойлады. Бөлмеден Назымның дауысы шықты. Анашым, біз неге атамыздың үйіндеміз? Әкем біле ме? Мадина орнынан тұрып дәлізбен жүріп барып қызының жанына отырды. Әкең біледі, жаным. Біз бүгін атамыздың үйінде түнеуді шештік. Сен оның ескі суреттерін көргің келген еді ғой. Ертең көреміз, ал қазір ұйықтайық. Назым бірдеңе айтқысы келді, бірақ Алина әлдеқашан ұйықтап қалған еді, сондықтан үлкені де үндемей қалды. Мадина ас үйге қайтып келіп телефонын алды. 3 жіберілмеген қоңырау. Ол қайта қоңырау шалды. 1, 2, 3 жауап жоқ. Қайта терді, тағы да көтермеді. 3-ші рет қоңырау шалмақ болғанда хабарлама келді. Анам ренжіді. Неге оның мерейтойын бұздың? Ертең сөйлесеміз. Ол хабарламаны 2 рет оқып шықты, сосын телефонды қойып, терезеге барып, ауладағы шамға ұзақ барады. Әкесі оған кедергі жасамады, тек жанына бір кесе шай қойды. Ол сол күйі ішілмей қалды. Түнгі 3-те Мадина жайылған диванда ұйықтап жатқан қыздарының үстінде тұрды. Назым сіңлісін құшақтап жатыр. Екеуі де тыныш ұйықтап жатыр. Олар аналарының бұл хаттарды 12-ші рет оқып шыққанын білмейді. Ол бәрібір бөтен деген сөз оның қабырғаларының арасында күйіп қалғанда екенін білмейді. Әкелері үнсіз келісіп, немесе кем дегенде оны тоқтатпағанын да білмейді. Мадина таң атқанша креслода отырды. Ол жыламады. Жылау үшін белгілі бір анықтық керек, ал ол қазір не сезіп тұрғанын түсінбеді. Ашу ма, қорқыныш па, үмітсіздік пе, әлде шындықты енді ғана көрген адамның біртүрлі тыныш күйі ме? Таңғы 6:17-де ол телефонын алып, күйеуінің нөмірін терді. Ол 4-ші қоңыраудан кейін ғана жауап берді. Даусы қарлығып, ұйқылы еді. Мадина, не болды? Ол терең дем алды. Мен нотариус туралы бәрін білемін. Әкеме кел. Сөйлесейік. Айдар 2 сағаттан кейін келді. Мадина көліктің есігі тарс жабылғанын естіп терезеге барды. Ол кіреберіске ашулы, жылдам қадаммен келе жатты. Үстінде мерейтойға киген сол қара көк костюмі. 3-ші қабаттан да оның қырынбағаны, ұйықтамағаны көрініп тұрды. Әкесі есікті ол қоңырау шалмай тұрып ақ ашты. Олар дәлізде кездесті, Мадина бір иісті сезді. Коньяк, темекі және қорқынышқа ұқсас бір қышқыл иіс. Оның бірінші айтқаны тура Мадинаға қарап. Сен не істегеніңді түсінесің бе өзі? Мадина үндемеді. Ол бұл әңгімеге түні бойы дайындалды, түрлі нұсқаларды ойша қайталады, бірақ қазір сөздер жоғалып кеткендей еді. Айдар аяқ киімін шешпестен ас үйге өтті, ал Мадина еріксіз әкесінің бұны ұнатпайтынын ойлап қойды. Кеше анам түнгі 2-ге дейін жылады деп жалғастырды Айдар. Сен оны бүкіл туыстың алдында қорладың. Оның мерейтойынан қашып кеттің, тіпті қоштаспайды. Туыстар не болғанын сұрады, ал мен не айтарымды білмедім. Әкесі олардың жанынан үнсіз өтіп үстелдегі басып шығарылған скриншоттарды алып, күйеу баласының алдына қойды. Айдар парақтарға қарады, сосын қайтадан жоғары көтеріп қарады. Оның жүзі бірден емес, біртіндеп өзгерді, біреу бояуын баяу өшіріп жатқандай. Бұл не? Ол жоғары парақталып көзіне жақындатты. Мұны қайдан алдыңыздар? Мадина күйеуінің қарсысына отырып қолдарын үстелге қойды. Ол енді саусақтарының дірілдемей тұрғанын байқады. Қайдан екені маңызды емес деді ол. Маңыздысы ішінде не жазылғаны. Мұқият оқы. Әсіресе тыңдайтын келін туралы жерін. Айдар ұзақ оқыды. 3 қысқа бет үшін тым ұзақ. Басын көтергенде көзінде жаңа бір нәрсе пайда болды.
Бұл ашуда емес, қорқынышта емес, бір түрлі баладай абдырау еді. Бұл сен ойлағандай емес, деді ол. Анам жақсы болсын деп істеді. Бұл жай ғана формальды нәрсе, пәтерді қорғау үшін. Сен бәрібір заңды түсінбейсің. Мадина ішінен бір ауыр, ыстық нәрсе көтеріліп келе жатқанын сезді. 8 жыл бойы ол осы сөзді естіп келді. Сен түсінбейсің. Сен білмейсің. Анам бәрін жақсы білет. 8 жыл бойы ол басын изеп келісіп жүрді, отбасыда тыныштық болсын деп, солай болуы керек деп ойлағандықтан. Ол түні бойы дайындалған сұрағын қойды. Сен менің өз үлесімнен бас тартатынымды білдің бе? Айдар көзін тайдырып терезеге, тоңазытқышқа, сосын өз қолына қарады. Мадина секундтарды санап отырды. 1, 2, 5, 8, 12 осы үнсіздік оған кез келген сөзден де көп нәрсе айтты. Әкесі орнынан тұрды. Ол өте баяу қозғалды, қатты шаршаған немесе өзін әрең ұстап тұрған адамдай. Мен 30 жыл прораб болып істедім, деді ол Айдарға жоғарыдан қарап. Өзгенің артына тығылатын еркекті бірден танимын. Сосын ас үйден шығып есікті жапты. Олар екеуі ғана қалды. Мадина пештің үстіндегі сағаттың тықылын, қабырғаның ар жағында қыздарының мультфильмге күліп жатқанын, Айдардың ауыр демалып отырғанын естіп отырды. Ол күтті. Осы түнде күтуді үйренген еді. Айдар бірден сөйлей қойған жоқ. Алдымен басын алақанына тығып шамамен 1 минут отырды. Сосын басын көтергенде Мадина оның жылап отырғанын көрді. Айқайлап емес, өксіп емес. Жай ғана көз жасы қырынбаған бетімен ағып тұрды, ол оны сүртуге де тырыспады. 4 жыл бұрын, деді ол, мен несие алдым. 3 миллион. Bir танысым автосервис ашамын деді, бастап ақша керек болды. 1 жылдан кейін пайызымен қайтарамын деді. Мен сендім. Бала кезден дос едік. Мадина оны есіне түсірді. Бойшаң, дауысы қатты, үнемі күліп жүретін адам. Қоныс тойына келіп қыздарға үлкен ойыншық аюлар сыйлаған. Не болды сонда? Деп сұрады ол. Айдар ашы жымиды. Не болды дейсің бе? Ол жоғалып кетті. Елден кетіп нөмірін ауыстырып, бәрін өшіріп тастады. Ал несие менің мойнымда қалды, өсімімен, айыппұлымен. Қазір 4-5 миллион болды. Мадина тыңдап отырып, әлемі баяу төңкеріліп жатқанын сезді. 4 жыл бойы ол осыны ішінде сақтап жүрген. Күн сайын өтірік айтып, түнде қасында осы құпиямен бірге ұйықтаған. Ол 2 жыл бұрын оның ашуланшақ бола бастағанын, жұмыстан кешігіп келетінін, таңғы ас кезінде көзіне қарамайтынын есіне түсірді. Ол орта жас дағдарысы шығар деп ойлаған. Бәлкім басқа әйел бар деп те ойлаған. Бірақ 4-5 миллион қарыз бар деп ешқашан ойламаған. Неге маған айтпадың? Даусы өзі үшін де жат, бәсең шықты. Айдар тағы да басын түсірді. Қорықтым. Өзім шешемін деп ойладым. Кейін өзі-ақ реттеліп кетер дедім. Сосын жарты жыл бұрын анам біліп қойды. Пиджагымнан сот орындаушыларының хатын тауып алды. Мадина көзін жұмды. Демек, енесі жарты жылдан бері білген. Жарты жыл бойы келіннің үлесін қалай тартып алуды жоспарлаған. Жарты жыл бойы оған күліп қарап, бәліштерін жеп, немерелерін сүйіп жүріп, бір уақытта нотариусқа құжат дайындаған. Анам бәрін шешемін деді деп жалғастырды Айдар. Мадинаға айтпа, түсінбейді, тек айқай шығарады деді. Пәтерді басқаға рәсімдеп жасырамыз, кейін бір амалын табамыз деді. Мен біреу келіп, бәрін мен үшін шешіп берсе деп қаладым. Қорқудан шаршадым. Мадина күйеуіне қарады. Қымбат пиджак киген ересек ер адам. Райсының ажыл. Ол сатқындық күтті, бірақ қорқақтық көрді. Жаман ой күтті, бірақ әлсіздік тапты. Қайсысы жаман екенін өзі де білмеді. Сен 4 жыл бойы менің бетіме қарап өтірік айттың, деді ол. Күнде. Әр түн сайын. Анаң мені алдамақ болғанын біліп тұрсаң да үндемедің. Сен сатқын емессің, сен қорқақсың.
Ал қазір мен үшін қайсысы қорқынышты екенін шешуім керек. Сенің өтірігің бе, әлсіздігің бе? Айдар оған қарады. Көзінде ақталу да, ашу да жоқ, тек бос қуыс. Енді жасырынып жүрген жоқ. Мадина орнынан тұрды. Оған ойлану керек болды. Көрген қирандылардың үстіне бір нәрсе қайта құруға бола ма, соны түсінуі керек еді. Сот орындаушылары пәтерге қашан келеді? Деп сұрады ол сабырлы дауыспен. Іші алай-дүлей болып тұрса да, даусы бір қалыпты шықты. Айдар селк ете қалды. Ол жауапты аузын ашпай тұрып-ақ түсінді. Іс әлде қашан қозғалған деді ол көзін көтермей. Бірінші хат 3 ай бұрын келген. Мадина аяғының астынан жер сырғып кеткендей сезінді. 3 ай. 3 ай бойы ол біліп үндемеген. Хат қайда? Деп сұрады ол. Айдар біраз үндемей тұрды да. Көліктің бардачогында деді. Мүмкін өзі-ақ шешіліп кетер деп ойладым. Ол айқайлап жібермеу үшін ас үйден шығып кетті. Дәлізде әкесі тұр екен. Ол бәрін естіген. Көздері түйісіп әкесі жай ғана басын изеді. Шыда. Мадина телефонын алып, контактылардан студент кезден бергі құрбысы, отбасылық істер бойынша 15 жылдан бері заңгер болып істейтін Ләйләні тапты. Ләйлә 1 сағаттан кейін келді. Қолтық астында былғары папкасы бар. Қысқа ғана Айдарға бас изеп, Мадинаның қарсысына отырды. Бәрін басынан бастап айтыңдар деді ол. Және өтірік айтпаңдар, мен бәрін түсінемін. Айдар шашыраңқы сөйлеп, даталар мен сомаларды шатастырып жатты, ал Ләйлә сабырмен тыңдап, дәптеріне жазып отырды. Ол аяқтағанда Ләйлә орындықтың арқасына сүйеніп бірнеше секунд үнсіз қалды. Сосын сөйлей бастады. Оның сөздері Мадинаны бір уақытта қорқытып та, тыныштандырып та жіберді. Жағдай былай. Егер енең осы схема бойынша пәтерді өз атына рәсімдеп алса, ал кейін сен ажырасуға өтініш берсең, бұл мәміле жалған деп танылады. Бұл классика. Соттар мұндайды күнде көреді. Пәтер қарызды жабуға алынады, ал енең алаяқтық үшін жауапқа тартылуы мүмкін. Айдардың телефоны шырылдады. Ол экранға қарап жауап бермеді. 1 минуттан кейін тағы. Мадина санады. 5, 7, 12, 17 қоңырау 1 сағатта. Әр жолы экранда ана деген жазу шығады, әр жолы Айдар өшіріп тастайды. 8 жылда алғаш рет ол күйеуінің анасының қоңырауын алмай отырғанын көрді. 18 рет қоңырау орнына хабарлама келді. Айдар оқып, телефонды Мадинаға берді. 1 сағатта келмесең, сені мұрадан алып тастаймын. Мадина 2 рет оқып, күйеуіне қарады. Ол қозғалмай отыр, бір нүктеге қарап қалған, ал оның жүзінде бір нәрсе баяу өзгеріп жатты, таң атқандай. Ләйлә қағаздарын жинап, орнынан тұрды. Мен кетейін. Бұл шешімді өздерің қабылдауларың керек. Қандай шешім қабылдасаңдар, хабарласыңдар. Ол шығып кетті, пәтер іші тынышталып қалды. Әкесі қыздарды аулаға алып кетті. Терезеден Назымның әткеншекте күліп жатқан дауысы естілді. Мадина Айдардың қарсысына отырып сөйледі. Дауысы нық, бірақ үстел астындағы қолдары дірілдеп тұрды. Бізде 2 жол бар. Біріншісі, бірге заңгерге барамыз, бұл қарызды отбасы болып шешеміз, және анаңды бір жола тоқтатамыз. Айдар басын көтерді. Екіншісі ше? Мадина аз ғана кідірді. Екіншісі, мен ажырасуға және мүлікті бөлуге беремін. Онда пәтер қарыз үшін сатылады, ал анаң ештеңе алмайды. Пәтерде жоқ, тыңдайтын келінде жоқ, демалыста көретін немерелер де жоқ. Айдар үндемеді. Ол телефонын алып, галереяны ашып, суреттерді қарай бастады. Назым велосипедте. Алина балмұздақ ұстап тұр. Екеуі теңіз жағасында өткен жаздағы суретте. Ол 5 минут бойы үнсіз қарап отырды. Сосын, мен анама хабарласып, нотариус болмайтынын айтамын деді. Мадина бірден түсінбей қалды. 8 жыл ішінде Айдар ешқашан оны таңдамаған еді, таразының екінші жағында анасы тұрса. Ешқашан. Ал қазір таңдады. Айдар қоңырау шалып, дауыс орайтқышты қосты.
Бір гудок. Екінші. Сосын енесінің суық, қатқыл дауысы шықты. Жарты сағаттан кейін күтіп отырмын. Нотариус уақытын 3-ке ауыстырды, үлгереміз бәріне. Айдар. Анашым, нотариус болмайды деді. Арғы жақта үнсіздік орнады. Сосын дауыс айқайға ұласты. Қалай болмайды? Ақылыңнан адастың ба? Әлгі кедей әйелің сенің миыңды улап қойды ма? Өз анаңды сатып жатырсың ба? Мадина күйеуіне қарап отырды. Айдар кідірісті күтіп тыныш дауыспен. Анашым, егер сен тағы да менің әйелімді солай атайтын болсаң, менде ана болмайды деді. Енесі айқайлай бастады, бірақ ол қоңырауды өшірді. Үнсіздік. Мадина ішінде бір нәрсе баяу жүріп келе жатқанын сезді. Бұл кешіру емес еді. Әлі ерте. Бірақ үмітке ұқсас бір нәзік сезім еді. Телефон қайта дір етті. Бұл жолы әпкесінен Света Сәуле. Айдар дауыстап оқыды. Анам ертең отбасылық кеңес өткізбекші. Бәріңді шақырып жатыр. Мадина басын изеді. Жақсы. Біз де барамыз. Айдар таңдана қарады. Барғың келеме? Мадина терезеге барып аулаға қарады. Әкесі Алинаны тербетіп жатыр, Назым бәйшешек теріп жүр. Мен 8 жыл бойы тығылып жүрдім, деді ол. Ыңғайлы, үнсіз, тыңдайтын болуға тырыстым. Соның нәтижесінде не болды? Анаң менің үйімді тартып алмақ болды. Ол аз үнсіз қалды. Ертең мен сол кеңеске барамын. Мен сөйлеймін. Ал сен менің жанымда тұрасың. Егер ертеңіміз болғанын қаласаң, жанымда тұрасың. Келесі күні енесінің қонақ бөлмесінде 12 адам жиналды. 3 әйел диванда отыр. Туыстар терезе жанында тұр. Сәуле күйеуімен креслода. Барлығы Мадинаға үкім күтіп тұрғандай қарады. Енесі үстел басында отыр, тура судья сияқты. Қолында орамал. Даусы дірілдеп бастады. Мен сендерді жинадым, өйткені менің отбасым бұзылып жатыр, ол Мадинаға нұсқады. Бір әйел жылап жіберді. Мадина есік жанында тұрды, Айдар қасында. Ол оның қолының қысылғанын сезді, бірақ ол шегінбеді. Бұл маңызды еді. Енесі жалғастырды. Келін мерейтойдан қашып кетті, қоштаспады, мен түні бойы ұйықтай алмадым, айыптаулар бірінен соң бірі. Сөйлесем бола ма? Деді Мадина жай ғана. Бөлме бірден тып-тыныш болды. Енесі қолын сілтеді. Айта бер, бәрібір ешкім саған сенбейді. Мадина сөмкесінен қағаздарды алып шықты. Әкесі басып шығарған дәл сол парақтар. Ол дауыстап анық оқыды. Келін қол қояды. Ол бізде тыңдайды, ұсақ жазуды оқымаса болды, ол бәрібір бөтен әр сөзбен бірге бөлмедегі тыныштық ауырлай түсті. Бұл енеңіздің нотариуспен жазысқан хаттары, деді Мадина. Мені алдап, өз үлесімнен бас тартқызбақ болды. Енесі орнынан атып тұрды. Өтірік? Бұл жалған. Айдар, айт, деді ол. Бірақ Айдар үндемеді. Оның үнсіздігі бәрінен қатты естілді. Енесі кенет кеудесін ұстап, жүрегім, жедел жәрдем шақырыңдар, деп құлады. Бір әйел телефонға ұмтылды, бірақ Сәуле анасының қасына келіп тамырын ұстап. Пульс 72. Таңертең қысымы 120-80 деді сабырлы дауыспен. Анашым, жетеді. Бөлмеде үнсіздік орнады. Сосын бір туыс орнынан тұрып, есіңізде ме, сіз бұрында осылай істегенсіз, деп бастады. Бір оқиға, сосын тағы бірі. Мадина түсінді. Ол бірінші құрбан емес. Тек бірінші болып үнсіз қалмаған адам. Айдар алға шығып, оның қолынан ұстады. Анашым, деді ол шаршаған, бірақ нық дауыспен. Мен сені жақсы көрдім. Бірақ сен менің әйелімді алдамақ болдың. Балаларымды үйсіз қалдырмақ болдың. Мұны кешіре алмаймын. Енесі үнсіз қалды. Бұл жеңілседі. Олар үнсіз шығып кетті. Ешкім тоқтатпады.
Есік алдында Сәуле Мадинаны тоқтатты. Кешір, мен бәрін білдім. Бірақ сендім, ол тоқтап, сосын. Мен көмектескім келеді. Ақшамыз бар. Қарызды бірге жабайық. Қайтарасыңдар кейін. Мадина басын изеді. Алғаш рет бұл отбасынан біреу оған қол созды. Мүмкін, бәрі де тек тығылып жүрген шығар. Көшеде жаңбыр сіркіреп тұрды. Айдар көлікке отырды, бірақ қозғалтқышты қоспады. Мен олардың бәрін білмеппін, деді ол. Мадина оның тізесіне қолын қойды. Енді білесің, деді ол. Енді біз бәрін бірге шешеміз. Нағыз бірге. Несие бойынша соңғы төлем 47.312 теңге болды. Мадина ас үйде отырып телефон экранына қарап отырды. Банк қосымшасында қарыз деген жерде 0 тұр. Ол бетті 2 рет жаңартты, сенбей тұрды. 3 жыл. 1096 күн. Ал енді 0. Терезенің сыртында қараңғылық түсіп келе жатты. Қыздар 1 сағат бұрын ұйықтап қалған. Айдар өзі дайындаған кешкі астан кейін ыдыс жуып жатыр. Мадина судың сылдырын тыңдап отырып, адамның есі қандай қызық екенін ойлады. Ол осы 3 жылдың әр айын бөлек-бөлек есіне түсіре алады. Бірақ сонымен қатар бәрі бір ұзақ, шаршау мен сандарға, кішкентай жеңістерге толы жол сияқты болып кеткен. Ең алдымен олар Айдардың көлігін сатты. Күміс түсті Volkswagen, оның мақтанышы, өзіне 35 жасқа сыйлаған сыйлығы. Ол кілтті сатып алушыға үнсіз берді. Сосын 3 күн бойы жұмысқа жаяу барып жүрді, Мадина жеткізіп тастаймын десе де. Оған қабылдау үшін уақыт керек болды. Кейін Мадина екінші жұмысқа тұрды. Колледждегі кешкі бухгалтерлік курс аптасына 3 рет, кешкі 7-ден 10-ға дейін. Ол үйге қыздар ұйықтап қалған кезде келетін. Айдар оны жылы тамақпен қарсы алатын. Осы 3 жылда ол тамақ жасауды үйренді. Әдемі емес, бірақ жеуге болатын. Борщы кейде тұздырақ, котлеті құрғақтау шығатын. Бірақ Мадина бәрібір жеп мақтайтын, оның қалай тырысып жүргенін көретін. Қыздар бір күртені 2 маусым киді. Назымның қызғылт күртесі кішірейіп Алинаға өтті. Ал Назымға секонд-хендтен жаңаға ұқсас күрте алынды, небәрі 80 000 теңгеге. Мадина қызының айна алдында айналып, күлгін түсмаған одан да жарасат дегенін есіне алды. Шынымен солай ойлады ма? Әлде анасын ренжітпеу үшін айтты ма? Сәуле уәдесінде тұрды. 300 пайызсыз, қағазсыз, еске салусыз. Жай ғана картаға ақша аударып, қашан мүмкіндік болса қайтарасыңдар деген хабарлама. Олар 1,5 жылда бөліп қайтарды. Ал Сәуле әр жолы: рахмет, бірақ асықпай-ақ қойсаңдар болар еді деп жауап беретін. Олар әр жексенбі сайын сөйлесетін болды. Алғашында жұмыс туралы, кейін жай ғана. Мадина қыздары туралы айтатын. Сәуле ауруханадағы жұмысы, күйеуі және анасының күн сайын хабарласып, денсаулығына, жалғыздығына, рахметсіз балаларға шағымданатыны туралы. Айдар өзгерді. Бірден емес, баяу өзен арнасы өзгергендей. Ол сол отбасылық кеңестен жарты жылдан кейін психологқа бара бастады. Мадина мәжбүрлемеді, өзі шешті. Бір күні кешке: қыздарымыз әкесін проблемадан қашатын адам ретінде көргенін қаламаймын. Басқаша болуды үйренгім келеді, деді. Ол сөйлеуді үйренді. Мен қателестім. Бұрын оның аузынан шықпайтын 3 сөз. Енді ол сол сөздерді жиі айтатын болды. Алинаны балабақшадан алуды ұмытып қалғанда, шаршап дауыс көтергенде, отбасылық бюджетте қателескенде. Мадина осы 3 сөздің қаншалықты маңызды екенін енді ғана түсінді. Анасына ол енді тек мерекелерде ғана хабарласатын болды. Қысқа, салқын. Туған күніңмен. Жаңа жылмен. Қалың қалай? Жақсы. Бізде де бәрі жақсы. Сау бол. Енесі 3 жылда бір ретте кешірім сұраған жоқ. Өткен қыркүйекте Назымның туған күнінде ол үлкен немересіне алтын сырға сыйлады. Алина қарап тұрды, әпкесіне, әжесіне, қайтадан әпкесіне. Алина әлі кішкентай, бағаламайды, деді енесі. Кейін бірдеңе беремін.
Мадина үнсіз қыздарын алып 1 сағаттан кейін кетіп қалды. Көлікте Алина сұрады. Анашым, әжем мені жақсы көрмей ме? Мадина не айтарын білмеді. Әже сені өздігінше жақсы көреді, жаным. Тек оны көрсете алмайды, деді. Айдар қолын сүртіп үстелге келіп отырды. 2 кесе шай тұр суып қалған. Олар үнсіз отырды. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес еді. Жай ғана бір-бірін түсінетін 2 адамның тыныштығы. Айдар қалтасынан кішкентай қорапша шығарды. Мадина Барқыт екенін бірден таныды. Назымға берілген сырғаның қорабындай тек көк түсті. Сақина ма? Деп ойлады. Ішінде жұқа күміс сақина жатыр. Тассыз, қарапайым. Ішкі жағында жазу бар. Мадина жарыққа тосып оқыды. Команда бұл неке сақинасының орнына емес, деді Айдар. 3 жыл бұрын сен маған таңдау бердің. Мен сені бірінші рет таңдадым. Енді әрқашан сені таңдаймын. Күн сайын. Не болса да. Мадина сақинаны оң қолына неке сақинасының жанына тақты. Сәл кеңдеу еді. Бірақ ол оны тарылтпай да қоямын деп ойлады. Сезініп жүру үшін. Еске түсіру үшін. Телефонға хабарлама келді. Әкесінен. Қызым, мен сені мақтан тұтамын. Анаң да мақтанар еді. Анасы 7 жыл бұрын қайтыс болған. Алина дүниеге келмей тұрып. Ол қызының қалай күрескенін көрмеді. Немерелерін көрмеді. Бірақ әкесі көрді. Сол түнде жанында болды. Үйін сақтап қалған дәлелдерді алдына қойды. Қызын өзі шешсін деп үнсіз кетіп қалды. Мадина жымиып қойды. Соңғы 3 жылда алғаш рет бұл жымиыста шаршау жоқ еді. Қорқыныш жоқ еді. Ішінде ауырсыну жоқ еді. Ол күйеуіне, қолындағы сақинаға, қараңғы терезеге қарады. Және ойлады. Кейде отбасын өзін отбасы деп атайтын адамдардан қорғауға тура келеді. Махаббат тек жылулық емес. Бұл күн сайын жасалатын таңдау. 3 жыл бұрын ол есікті тарс жауып кетіп қалса да болар еді. Ешкім оны кінәламас еді. Бірақ ол қалды. Айдар да қалды. Және олар бәрін жеңіп шықты. Ұйықтайық, деді ол. Ертең сенбі, ұзағырақ ұйықтаймыз. Айдар басын изеп ас үйдің жарығын сөндірді. Дәлізде олар балалар бөлмесінің есігі алдында тоқтады. Саңлаудан Назымның ұйықтап жатып сіңісін құшақтап жатқанын көрді. Дәл 3 жыл бұрынғыдай. Сол алғашқы қорқынышты түндегідей. Тек қазір бұл қорқыныш емес. Бұл жай ғана түн. Көп түндердің бірі. Алда әлі талай болатын түндердің бірі. Келесі таң ерекше тыныш басталды. Терезеден күннің жарығы баяу түсіп, перденің арасынан ас үйге жылжып кірді. Мадина әдеттегіден ертерек оянды. Ұйқысы қанып тұрғандай емес, бірақ іші біртүрлі жеңіл еді. Ол ас үйге шығып шәйнек қойды. Үй іші тыныш. Тек сағаттың тықылы мен судың баяу қайнаған дыбысы. Кеше ғана аяқталған 3 жылдық ауыр кезең енді артта қалғандай. Бірақ сонымен бірге бәрі енді ғана басталып жатқандай сезілді. Айдар да оянды. Ол үнсіз келіп Мадинаның қасына тұрды. Қайырлы таң, деді жай ғана. Қайырлы таң. Олар бір-біріне қарап аз ғана жымиды. Бұрын мұндай сәттер сирек болатын. Енді бұл қалыпты нәрсеге айналып келе жатқандай. Сол кезде бөлмеден Назымның даусы шықты. Анашым, бүгін сенбі ғой. Иә, жаным. Онда біз атамызға барамыз ба? Мадина күліп жіберді. Барамыз. Алина да оянып жүгіріп келді. Ал балмұзда қаламыз ба? Айдар алғаш рет күліп. Егер жақсы жүрсеңдер, аламыз, деді. Күн қарапайым басталды. Бірақ дәл осы қарапайымдылық бұрын жетіспеген нәрсе еді. Түстен кейін олар әкесінің үйіне барды. Әкесі есікті ашқанда қыздарды құшақтап Мадинаға ұзақ қарады. Қалайсың? Деді жай ғана. Жақсымын, әке. Бұл жолы ол шын айтты. Ас үйде шай үстінде бәрі бұрынғыдай болды. Қарапайым әңгімелер. Қыздардың күлкісі.
Бірақ бір айырмашылық бар еді, Мадина өзін енді әлсіз сезінбеді. Әкесі бір сәтте Айдарға қарап, «Қалайсың?» деп сұрады. Айдар аз ғана кідіріп, «Үйреніп жатырмын» деді. Әкесі басын изеді. «Ең бастысы, тоқтама. Кешке қайтарда жаңбыр басылып, ауа таза болып тұрды». Үйге келген соң қыздар бірден ұйықтап қалды. Мадина мен Айдар тағы да ас үйде отырды. «Біз енді не істейміз?» деді Айдар. Бұл сұрақ бұрын қорқынышты естілетін. Ал қазір жай ғана келесі қадам сияқты. Мадина біраз ойланды. «Енді жай өмір сүреміз» деді. «Солай ғана ма?» «Жоқ» деді ол. «Бұл ең қиыны». Айдар жымиды. «Онда бірге үйренеміз». Мадина басын изеді. Ол терезеге қарады. Қала тыныш. Ішінде де тыныштық. Бірақ бұл бос тыныштық емес. Бұл жаңа бастаманың тыныштығы еді. Жаңбырлы күндер артта қалғандай көрінгенімен, өмір бір сәтке де тоқтап қалған жоқ. Қар жабылғаннан кейінгі алғашқы ай ең қиын емес, ең түсініксіз кезең болды. Бұрын әр күннің мақсаты бар еді. Ақша табу, төлеу, үнемдеу. Ал енді бос кеңістік пайда болды. Мадина соны алғаш сезді. Бір күні таңертең қыздарды мектеппен балабақшаға жіберген соң, ол ас үйде жалғыз отырды. Алдында бос дәптер. Бұрын бұл уақытта ол есеп-қисап жазып отыратын. Қайда қанша төлеу керек, қай жерден үнемдеу керек. Ал қазір жазатын ештеңе жоқ. Ол қаламды қолына алып ұзақ отырды. Сосын баяу ғана бір сөз жазды. Мен сол сәтте өзі де түсінді, осы 3 жылда ол біз деп өмір сүріп, менді ұмытып кеткен. Айдар да өзгерісті сезіп жүрді. Бір кеште олар серуендеп жүріп, ол кенет тоқтады. «Мен сені қайтадан танып жатқандаймын» деді. Мадина күліп, «Мен де өзімді қайта танып жатырмын» деді. Бұл сөздер жеңіл айтылғанымен, ішінде үлкен шындық бар еді. Бір аптадан кейін Мадина күтпеген шешім қабылдады. «Мен қайта оқығым келеді» деді ол кешкі ас үстінде. Айдар бірден, «Қандай бағытта?» «Психология». Ол өзі де бұл сөзді айтқанда таң қалды. Бірақ іші тыныш болды. Дұрыс екенін сезді. «Неге?» деп сұрады Айдар. Мадина біраз ойланып, «Себебі мен енді түсіндім, адамдар көбіне жамандықтан емес, қорқыныштан қателеседі. Бірақ сол қорқыныш қаншама өмірді бұзады. Мен соны түсінгім келеді. Және біреуге көмектескім келеді». Айдар басын изеді. «Мен сені қолдаймын». Бұл жолы ол жай ғана сөз емес екенін Мадина анық сезді. Күз келді. Назым мектепке үлкен қуанышпен барады. Алина балабақшадағы жаңа достары туралы айтып келеді. Үй іші бұрынғыдан да тірі сияқты. Бірақ өткеннің ізі кейде бәрібір білініп қалады. Бір күні кешке есік қоңырауы соғылды. Айдар есікті ашқанда табалдырықта анасы тұрды. 3 жылда алғаш рет. Қолында сөмке, жүзінде бұрынғыдай сенімділік жоқ. «Кірейін бе?» деді жай ғана. Айдар бір сәт үндемей қалды. Артында Мадина тұр еді. Олардың көздері түйісті. Бұл бұрынғыдай үнсіз келісім емес. Бұл саналы таңдау сәті еді. Айдар шетке жылжыды. «Кіріңіз». Енесі ішке кірді. Үйді көзбен шолып өтті. Бұл үй өзгерген. Тек жиһаз емес, ауада. Ас үйге отырғанда ұзақ үнсіздік орнады. Ақыры ол сөйледі. «Мен сөйлескім келеді». Даусы бәсең, бұрынғыдай бұйрық емес. Мадина қарсысына отырды. «Тыңдап отырмын». Енесі қолдарын біріктіріп төмен қарады. «Мен дұрыс істемедім». Бұл сөздер ауыр шықты. Әр әрпі күреспен келгендей. Мадина үндемеді. «Мен әрқашан бақылап үйреніп қалғамын. Барлығы мен айтқандай болу керек деп ойладым. Сол кезде ғана бәрі дұрыс болады деп сендім». Ол бір сәт тоқтады. «Бірақ мен қателестім». Айдар да үндемей отыр. Бұл олар күткен сөздер еді. Бірақ естігенде бәрі бірден жеңілдеп кетпеді.
Кешірім сұраймын, деді енесі ақыры. Мадина оның көзіне қарады. Бұл жолы онда айла жоқ еді. Тек шаршау. Кешіру бір күнде болмайды, деді Мадина жай ғана. Енесі басын изеді. Білемін. Бірақ, деп жалғастырды Мадина, егер шын өзгергіңіз келсе, біз тырысып көреміз. Бұл толық кешірім емес. Бірақ есік жабық емес. Айдар терең дем алды. Ол екі әйелге қарап отырды, өміріндегі ең маңызды екі адам. Алғаш рет ол біреуінің жағына өтпеді. Ол екеуінің арасында тұрды. Және бұл ең дұрыс орын еді. Уақыт өте берді. Өзгерістер бірден емес, баяу келді. Енесі жиі келмеді. Бірақ келген сайын бұрынғыдай сынамайтын болды, қыздарға бірдей қарауға тырысты, кейде үндемей ғана шай ішіп отыратын бұл да өзгеріс еді. Мадина оқуын бастады. Алғашқы сабақтан кейін үйге келгенде ол күліп тұрды. Мен дұрыс жолдамын, деді. Айдар, мен бұған ешқашан күмәнданған емеспін, деп жауап берді. Бір кеште олар қайтадан ас үйде отырды. Сол бұрынғыдай шай, тыныштық. Мадина сақинасына қарап қойды. Команда, ол жымиып, біз шынымен команда болдық па? Деп сұрады. Айдар ойланып, жоқ, деді. Мадина таңырқап қарады. Айдар күліп, біз әлі үйреніп жатырмыз. Бірақ ең бастысы, енді екеуміз бір жақтамыз. Мадина басын изеді. Сол жеткілікті. Терезе сыртында қала баяу тынышталып жатты. Ал бұл үйде енді тыныштық қорқыныштан емес, сенімнен туған еді. Міне, бұл хикая осымен аяқталды, бірақ әрбір оқиға бізге бір ой, бір сабақ қалдырады. Бәлкім бұл оқиға сенің жүрегіңе жетті, бәлкім бір сәтке болса да ойландырды. Егер саған ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпа. Алда сені әлі талай әсерлі, сырлы хикаялар күтіп тұр. Келесі кездескенше, тыңдаушы, өз хикаяңды ұмытпа.